Имплант салдыру қорқынышты және қымбат. Имплант салдыру қазіргі заманда қорқынышты емес. Себебі қазіргі заманда заманауи құрылғылармен және анестезиялардың көмектерімен ауырсынуды болдырмауға болады. Және имплант салдыру ол арзан, қымбат емес. Мысалы, сіз тісіңізді жұлдырдыңыз, біраз уақыт өткеннен кейін ол жерде қандай изменениялар болады? Ол жерде көршілес тістердің бір-біріне құлауы, алдыңғы тістердің ашылып кетуі, яғни ол медициналық терминде трема, диастема деп айтамыз. Және үстіңгі тістердің астына қарай салбырап, жоқ тістің орнына өсіп кетуі, және осы бір тістің жұлынудың әсерінен бүкіл биомеханикамыз, біздің шайнау жұмыстарымыз, екі жақтың бірге қосылған жерінде сустав болады. Арнайы буын болады. Сол буынымыз біздің зақымдануы мүмкін. Артрит, артроз деген ауруларға алып келуі мүмкін. Бір тістің жоқ болуының әсерінен. Тісті жұлдырғаннан кейін, арасын созбай, 3-4 айдан кейін имплант салдыруға болады орнына. Сол дефекті имплантпен сіз жабатын болсаңыз, сізде осы жоғарыда айтылған ақаулардың ешқайсысы болмайды. Міне осы жағдайлардың барлығын жалпылама алған кезде сізде қаншама проблема пайда болуы мүмкін. Тісіңізді жұлдырғаннан кейін бір имплант салдырып, осы ақаудың бәрінен құтылуға болады. Яғни бір имплант сіздің мына ақаулардың бәрін есептегенде арзанға түсіп тұр, бір имплант.